Әбділда есімді бір момын былай деген екен. Бір күні ұйықтап жатып түс көрдім. Сүйікті пайғамбарымыз өзіне сәлем берген бір адамның қолын алып, оған жылы шыраймен күлімсіреді. Мен қатты таң қалдым. Өйткені әлгі кісіні барлығымыз да жек көретінбіз. Оны бұл адам сөзсіз күнәкар, Алланың алдында жасаған қылмыс үшін жаза шегетіні анық дейтінбіз. Себебі ол елдің билеушісінің айнымас адал серігі еді. Әміршінің бұйрығын орындау үшін қандай қатыгездіктен болса да тайынбайтын. Жарлының жалғыз қойын тартып алып, кедей міскінді қанға қақсататын. Жетім жесірдің де көз жасына талай қалған. Сондықтан шыдай алмай кетіп: «Я Расулалла, бұл адамға неліктен ілтипат көрсеттіңіз? Ол жазықсыз елге жәбір көрсеткен пенде еді ғой. Сіздің көрсеткен жолыңызды тәрк еткен кісі еді ғой. Әлде оның біз білмейтін жақсы істері болды ма?» деп сұрадым. Сол кезде пайғамбар маған бұрылып: «Әрине, айтқаныңның бәрі дұрыс. Оның халыққа тізесі батқан жан болғанынан менің де хабарым бар. Алайда бұл адамның Құдай сүйер жақсы істері де жетерлік еді. Ол түннің үлкен бөлігін жылаумен, маған салауат жолдаумен өткізетін. 1000 рет салауат айтпай төсекке бас қоймайтын. Өлер сәті жақындаған кезде қылған күнәсіне өкініп, тәубе қылғаны соншалық, оның есебін көктегі періштелер жазып үлгере алмай жаңылысты. Шын жүректен тәубе қылған үшін Алла оны кешірді. Әр түні салауат айтқан үшін мен оған шапағат қылдым» дейді.